басымдыға. Манашы Бөбекжай тәрбиеші Жолдасова Мария бүгінгі тақырыбым ғажайып әлем STEM технологиясы қолдану. Мен көңілді тәттімін. Балалар, менімен бірге билеңдерші. Билейміз бе, балалар? Рахмет сізге, көңілді тәтті. Біздің балалардың көңіл-күйі көтеріліп қалды. Рахмет сізге. Балалар, ғажайып әлемге барғылары келе ме? Олай болса, назарыңызды экранға аударайық. Бізге робот Путти тапсырмалар дайындап қойған екен. Қане балалар, экранға назар аударайық. Балалар, менің атым робот Путти. Мен сендерге тапсырмалар дайындап қойдым. Бірінші тапсырма сиқырлы таяқшалар. екінші тапсырма сынып боямақпен жұмыс жасау. үшінші тапсырма роботтар құрастыру. төртінші тапсырма су, тас, құмды зерттеу. Тапсырмалар дайындап қойған екен. Бұл үшін біз ғажайып әлемге баратын боламыз. Балалар, біздің қолымыздағы білезіктің түстеріне сәйкес топтарға бөлінейік балалар. Қане, келе ғой. Жүреміз балалар. Бізге робот Путти тапсырмалар дайындап қойған екен. Балалар, орындарыңызға отырып жайғасайық. Балалар, қандай керемет. Балалар, бізге робот Puttидің бірінші тапсырмасы сиқырлы таяқшалар деп аталады. Шарты балалар, біз суретке қарап, суретті. Балалар, ойын шарты түсінікті ме? Қане тапсырманы орындай қойыңдар. Екінші топтың тапсырмасы суретпен боямақ. Балалар, сендер суретті, роботтың суретін балалар мақталы таяқша арқылы бояйтын боласыңдар. Балалар, оны біз қимыл қозғалысқа ендіретін боламыз. Оны біз планшеттің көмегімен қимыл қозғалысқа ендіретін боламыз. Балалар, ойын шарты түсінікті ме? Қане, тапсырманы орындай құрастыру. Балалар, сендер роботты құрастыру үшін біз ноутбукты пайдаланамыз. Конструктор арқылы біз роботты құрастырамыз балалар. Міне, ноутбуктың ішінде балалар біз робот құрастыру үшін суреттер берілген. Сол суреттерге қарап біз роботты құрастырып үйренеміз. Қане балалар, тапсырманы орындай қойыңдар. Балалар, сендерге көңілді тәтті көмектесетін болады. Төртінші тапсырмамыз су, тас және құмды зерттеу. Балалар, алдарыңызға алжапқышты таға қойыңдар. Біз зерттейтін боламыз. Ол үшін қауіпсіздік ережесін сақтаймыз. Құмды аузымызға салмаймыз.
көзімізді ұстамаймыз және бір-бірімізге кедергі жасамаймыз. Жарай ма балалар? Олай болса балалар, бірінші тасты зерттейтін боламыз. Қолымызға тасты алайық. Аламыз, қолдарымызға тасты алайық. Енді тасқа назар аударайық. Қане? Балалар, таста қандай өзгешеліктер бар? Айта қойыңдар. Қандай және қандай өзгешеліктер? Дөңгелек пішіндер бар екен, сосын ұзын-ұзын сызықтар бар екен. Жарайсыңдар, және қандай өзгешеліктер бар? Қара дақтар бар екен. Балалар, таста жануарлардың да бейнелері кездеседі екен, балалар? Қане орнына заттарымызды қояйық. Қолымызға түтікшені алайық. Түтікшені алайық. Алайық. Қане құмды үрлейміз, үрлей қойыңдар. Үрлей беріңдер, келіңіз. Қане балалар? Басталып аяқша алып. Қане балалар? Таяқшалар, түрлі түсті таяқшаларда сендерге не құрастыру еді? Сурет бейнеге қарап, суреттер құрастыру еді. Қане қиын болып жатқан жоқ па балалар? Құрастырайық. Дұрыс құрастырып алсын. Айбат, дұрыс жарайсың, Айбат. Қояның суретін дұрыс құрастыр. Айбат. Былай алсын. Жарайсың. Аласың бірге? Балалар алжапқышты. Қолдарыңыз сүртпе қойыңдар. Қолдарыңыз сүртейік кәне. Сүртпе қойыңдар қолдарыңыз. Қолдарыңыз сүртпе қойыңдар. Суретке қарап, балалар, суреттің бейнесін құрастырып, әртүрлі таяқшадан қалап, дұрыс құрастырдыңдар, жарайсың. Айбат, сен ненің суретін құрастырдың? Қоян, дұрыс, жарайсың. Арсен, сен ненің суретін құрастырдың? Ненің суретін құрастырдың? Ненің суретін? Адамның, дұрыс, жарайсың. Өте керемет, жарайсыңдар балалар. Айару, сен ненің суретін құрастырдың? Ненің суреті? Айару, айтау. Робот, жарайсың. Сендер балалар, робот. Вот дедің, бірінші тапсырмасын дұрыс орындадыңдар, жарайсыңдар балалар. Өте керемет. Қане балалар? Роботтың суретін боядыңдар ма балалар? Енді осы бояп болған суретімізді біз планшеттің көмегімен қимыл қозғалысқа ендіретін боламыз. Қане бала, планшетті қолымызға ұстайық. Ұстай қойыңдар планшетті. Тұрамыз. Жарайсың. Мынаны түсірдің бе? Жарайсың. Робот вот дейдің екінші тапсырмасын орындадыға балалар. Жарайсыңдар. Өте керемет. Дедің үшінші тапсырмасы робот құрастыру. Балалар, роботты құрастырдыңдар ма? Сендерге қиын болған жоқ па балалар? Олай болса, біздің роботымыздың жасыл ұяшықты баса қойыңдар балалар. Жасал, қолдарыңызбен басып тұрыңдар. Жасыл түсті жанады қазір. Қане баса қойыңдар. Және бір бас. Және бір бас райына. Қимыл қозғалысқа енді ме балалар? Өте керемет. Екінші тапсырмасы тас және құм суды зерттеу. Балалар, бүгінгі зерттеуіміз ұнады ма? Жарайсыңдар, өте керемет. Менің жаныма келе қойыңдар балалар. Келе қойыңдар. Келе балалар. Келе қойыңдар. Өте керемет. Балалар, бүгін біз робот Буттидің тапсырмаларын орындадық. Сендерге ұнады ма балалар? Қандай тапсырма орындадыңдар? Су, тас, сонды зерттедіңдер. Және қандай тапсырмалар орындадыңдар? Сурет салдық. Ненің суретін салдыңдар? Роботтың суретін салдық. Және робот сурет бояп болғаннан кейін не істедік? Роботты
планшеттің көмегімен оны қимыл қозғалысқа не істедік? Қимыл қозғалысқа ендірдік. Жарайсыңдар. Және қандай тапсырмалар орындадыңдар балалар, айта қойыңдар. Роботтар құрастырдыңдар, жарайсыңдар. Роботты құрастырып болғаннан кейін не істедіңдер балалар? Қимыл қозғалысқа ендірдіңдер ма? Робот жүрді ма балалар роботымыз? Қандай тамаша, өте керемет. Және қандай тапсырмалар орындадыңдар? Суретті не істедіңдер? Айта ғой. Суретті түрлі түсті таяқшалардан суреттің бейнесін не істедіңдер? Құрастырдыңдар, балалар? Құрастырдыңдар, жарайсыңдар. Балалар, сендерге көбірек не қызық болды? Тапсырмада. Көбірек не қызық болды, айта қойыңдар. Не қызық болды, балалар? Көбірек. Қимыл қозғалысқа ендіргенің қызық болды ма? Және қандай тапсырмалар қызық болды, айта қойыңдар. Айта қойыңдар. Планшет. Планшетпен не істедіңдер? Роботты қимыл қозғалысқа ендірдік, роботке жан бітірдік. Жарайсыңдар, өте керемет. Көңілді тәтті біздің балалардың тапсырмаларды орындай алды ма? Жарайсыңдар балалар. Сендер тапсырманы өте жақсы орындадыңдар. Сендердің білімдеріне тәнті болдым. Балалар, менің сендерге сыйлықтарым бар. Балалар, сендерге көп рахмет. Рахмет, көңілді тәтті. Біздің балалар білімді, ақылды. Жарайсыңдар балалар, өте керемет.